Рой Джонс Джуниор туралы 10 дерек. Кіші Рой Ливеста Джонс 1969 жылы 16 қаңтарда дүниеге келген американдық кәсіпқой боксшы, қос американдық және ресейлік азаматтығы бар. Ол 4 салмақ дәрежесінде бірнеше рет әлем чемпионаттарына өткізді. Соның ішінде орта салмақ, супер орта салмақ, жартылай ауыр салмақ және ауыр салмақта титулдар болды. Және тарихтағы кәсіпқой мансабын жеңіл орта салмақта бастап, ауыр салмақтағы титулды жеңіп алған жалғыз боксшы. Әуесқой боксшы ретінде ол 1988 жылғы жазғы Олимпиада ойындарында Америка құрама штаттарының атынан қатысып, бокс тарихындағы ең даулы шешімдерінің бірінен кейін жеңіл орта салмақта күміс медальді жеңіп алды. Көптеген адамдар Джонсты барлық уақыттағы ең ұлы боксшылардың бірі деп санайды және 2003 жылы орта салмақ чемпионы бола тұра ауыр салмақта WBA чемпионы атағын жеңіп алған кезде 106 жылдық спорт тарихында өз ізін қалдырды. Мың 1999 жылы ол WBA, WBC және IBF титулдарын біріктіру арқылы жартылай ауыр салмақта сөзсіз чемпион атанды. 2018 жылдың ақпан айындағы жағдай бойынша Джонс бокс тарихындағы жартылай ауыр салмақтағы титулдық жекпе-жектердің ең көп жеңіске жеткен рекордты иеленеді 12. Ол боксрек рейтингі бойынша барлық уақыттағы 29-шы ең ұлы паунд-фор-паунд жауынгері болып табылады. Ринг журналы Джонсты 1994 жылы жыл жауынгері деп атады, ал дүниежүзілік бокс даңқ залы оны 2003 жылғы жыл жауынгері деп атады. Ол сонымен қатар ең үздік боксшы ASPY сыйлығының 3 дүркін иегері 1996, 2000 және 2003 жылдары. Американың бокс жазушылар қауымдастығына оны 1990 жылдардағы 10 жылдықтың боксшысы деп атады. Кіші Рой Джонс бокс дәстүрі бар отбасында дүниеге келген. Оның әкесі Рой Джонс Вьетнам соғысының ардагері. Ол басқа сарбаздарды құтқарғаннан кейін ерлігі үшін қола жұлдызбен марапатталды. Үлкен Джонс орта салмақтағы боксшы да болған. Джонс 1984 жылғы Америка құрама штаттарының ұлттық жасөспірімдер олимпиадасында 119 фунт 54 кг салмақ дәрежесінде, 1986 жылғы Америка құрама штаттарының ұлттық алтын қолғаптарын 139 фунт 63 келіде дивизионында және 1987 жылғы Америка құрама штаттарының ұлттық алтын қолғаптарын 156 фунт 71 келі дивизионында 1987 жылы жеңіп алды. Әуесқой ретінде ол мансабында 121-те 13 рекордымен аяқтады. Джонс Америка құрама штаттарының атынан 1987 жылғы Сеул олимпиадасында 156 фунт салмақ дәрежесінде өнер көрсетті. Ол ақш бокс командасының ең жас мүшесі болып күміс медаль жеңіп алды. Джонс 3 раунд бойы Пакты ұрып соғып, Пактың 32 соққысын 86 соққыға түсіргеніне қарамастан, Джонс оңтүстік кореялық Пак Си-хунға 2-3 есебімен ұтылып қалған кезде финал дау-дамайға ұшырады. Джонс 1988 жылғы ойындардың үздік стилистикалық боксшысы ретінде Вэл Баргер кубогымен марапатталды. Бұл жүлде алтын медаль иегерлерінің біріне берілмеген жарыс тарихындағы үшінші және осы күнге дейін соңғы рет болды. Вэл Баргер кубогын олимпиада билігімен тікелей байланысы жоқ ұйым AIBA береді. Оқиға олимпиаданы ұйымдастырушыларды олимпиада боксы үшін жаңа балдық жүйе құруға келді. Бойы 5 фут 11 дюйм, 180 см. Кәсіпқой бокс рекорды. Барлығы 76 жекпе-жек, 66 жеңіс, оның ішінде нокаутпен 47-еуі, жеңіліс 10. Назарларыңызға рахмет.